Құрметті көрермен, қазір Ұнайт шоудың жаңа маусымында Су жаңа айдар, ұрлайық айдары. Бұл кезде қазір біздің резиденттер әнді аударатын болады, бірақ олардың ән аударғанын көріп, лучше оларды жер аудару керек бе деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Бұл ұрлайық айдарында сіздер қатысушылардың арасынан біреуін таңдайсыздар. Ол экранда берілген орысша танымал әнді осы жерде суырып салмай, яғни импровизациямен қазақшалап айтып шығуы керек. Олай болса, кеттік ұрлайық айдары. Саған осы ұнай ма? Не деген соска деп шатасып кетсең. Армысыздар, құрметті достар. Бұл ұрлайық айдары. Бұл жерде ұрланатын әндер, егер де сіздердің көңілдеріңізді көтеретін болса, олар ұрлануға әбден лайықты әндер. Қошеметтеріңіз, қош келдіңіздер. Құрметті достар, әдеттегідей біз резиденттердің арасынан бір қатысушыны таңдап алуымыз керек. Ол бізге осы жерде тұрып, дәл сахнада мен берген орысша әнді нахаду қазақшаға аударып айтуы тиіс. Осы жерде бізде бір ұсыныс бар. Қандай? Құрметті көрермендер, кешірерсіздер. Бізде ұсыныс бар. Резиденттер болып ақылдастық. Арамызда көбісі уже ән айтты. Мына жерге шығып, импровизация тығырыққа тіреліп, қазақшаға аударып көрдік. Бұл жерде бір жан бар. Білінбей кете беретін. Өмірі біз оны дұрыс көрмейміз ол. Бізді хабарлайды кетіп қалады, хабарлайды кетіп қалады. Біржан ба, Біржан? Аты Біржан емес оның. Бақытжан. Менімен талғаспын деп таныс жаңа. Әділдік болу керек. Әділдік болсын, шоуға бәрі қатысын. Құрметті резиденттер, әнді кім айтсын? Бақытжан! Олай болса, қошеметпен Бақытжанды ортаға шақырайық, қарсы алыңыздар. Ұнайт шоу бағдарламасының жүргізушісі. Әрине менен кейін екінші орында тұратын жүргізуші, себебі әрдайым бірінші орында мен, құрметті достар. Қалайсың Бақытжан, қош келдің, сен біздің ұрлайық айдарындасың. Менің беретін әнім Бақытжанға ол «Я это ты» әні. Қалай сарапшылар, әдемі ма? Өте әдемі. Мен деген ол сен деген ән ғой. Ал олай болса Бақытжан дайындалып аламын дегенше сарапшылармен таныс болайық. Сарапшылардың құрамында UFC-ді Дана Уайт емес, Дана Нұржігіт жүргізеді деп ойлап жүрген Нұрсұлтан Үсенов. Қатырақ қошемет соғай, құрметті достар, біздің сарапшылар оңай жандар емес, бұлар әннің майталмандары. Келесі сарапшымен таныс болыңыздар. Кез келген кеспе жеп іші ауырып қалса болды, Қытайдан көре беретін Елжан Халиолин. Қолы босаса болды, тауық төбелестіретін Нұрбол Сағидуллин. Қошеметтеріңіз. Ол жанның сұсты түрімен тіпті жоңғарларды да жаулап алуға болады. Есет Мырзағазиев, қошеметтеріңіз. Сондай. Ол кісіде комплекс жоқ, өйткені ол комплексті әбетте жеп қойған. Сәуле Шарапат, қошеметтеріңіз. Мұғалім ұқсап. Құстар сызылмай, реп айтпайсыңдар ма деп құстармен ерегісіп жүрген Азамат Жадырасынов, қошеметтеріңіз, құрметті достар. Және биылғы ұлу жылын сұлу жылына айналдырып жүрген Сабина ханым, қошеметтеріңіз. Келесі сарапшымен таныс болыңыздар. Түріне қарағанда дауысы әдемі Елнұр Зұлқарнай. Действительно. Және өте ақ көңіл жігіт Нұрдәулет Сейтомар, қошеметтеріңіз. Көрермендер дайын болса, сарапшылар дайын болса, бастайық. Ән қосылсын, сахнада Бақытжан. Сұр костюмның дауысы. Айта берсін
біз екеуміз анда-санда кездесеміз, жүрегімде бірақ сен мен айта берсін, тағдыр екеумізге болмайды. Жұрттар айта береді бір нәрсе мен деген сен деген мен, және басқа ешкім керек емес. Тек менің қалайтыным бар нәрсем, барлығын саған бергім келіп тұр. Мен деген сен деген мен, басқа ешкім керек емес. Қазір менде бір нәрсе бар. Рахмет. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Ужас мынау. Өте. Шыдай Бақытжан, алмадым мен. сен деген, не деген адам болдың сен? Сарапшылар айтады саған. Сарапшылар, сөз кезек өздеріңізде. Білмеймін, менде сөз жоқ. Вообще мынау ужас. Мен соңғы рет ужас дәстүр фильмі деп ойлап едім. Мынау вообще екен. Сізде сөз жоқ, мынада дауыс жоқ. Жалпы бұл Сенде әнмен шутка жоқ. әнмен мысалы жаңағы кез келген адамды қорлауға болады, мысалы жазалауға өте тиімді. Мысалы кез келген мойындатамай жүрген адамдарға сіз ән айтсаңыз мойындап жүруі мүмкін. осы Әлемге қиналып. қаупі бар, қару қылып шығарсақ болады бұны. Бұл дауыспен, бұл әнмен мен предлагаю барша қазақ еліне бұны ешкімнің көршісі қылмауға. Ешкімнің көршісі қылмай, бұл өзі бөлек тұрсын. Қазақстаннан. Жоқ, Нұрбол, жалғыз өзі емес. Бұндай адамдар көп. Жағымсыз дауыспен өзін әнші бірдеңе сахнаға шығып кете беретіндер көп. Сондайларды біз бір жерге бір істейміз, бірдеңе істеу керек. Бір қала ашайық соларға. Ондайлар көп, өте көп. Қазақстаннан шығарып жіберу керек та. Иә, шетелге қимайсың ғой. Шетелде де бүлдіреді ғой бұлар. Иә. Сол үшін бүйтеміз. Қазақстан картасын сәл бүйтіп кішірейтеміз де, ортадан пустой ауаға тұрғызамыз. Ешкімге зиян келтірмеу керек бұлар. Бірақ олар бәрі жиналып ертең сол жақта өмір сүріп көбейіп бастайды ғой. Көбейеді ғой. Жоқ, мен ұйымдастырушыларға сұрағым бар. Неге біздің есетекіміздің алтын уақытымызды алып болмайтын бір әншілерге бола шақырдыңыздар? Соны айтам. Біз деген білесіздер ме, до этого немен айналысып жатқанымызды? Дыммен айналысып аттық қой біз. Бұл жерде Масқара. кім бауырым, сен мына адамдарды сыйла, көрерменді, сахнаны сыйла. Қазір қолыңды алшы, қалай тұрсын сен? Ал қолыңды микрофоннан олай тұрма. Дұрыста, ременің сыртқа шығып кеткен ол болмайды ол. Қолыңды алшы микрофоннан, қолыңды ал. Костюмің шеш. Шалбарың шешші десең. Не годенде жүрсің? Армияға алып кетсін. Өтпейсің бол. Ал ару сарапшыларымыз қандай пікір айтады екен? Ару, қайсы ару? Түсінбесең. Сәуле ханым. Құдай-ай, Айдала аруы 2023. Түрін қараңдаршы, қонжық сияқты. Бұл маған Сәуле, жек қойып Айдай деген қолынан қараңдаршы, мысалға караокеге барасың ғой, сосын мә, мына бала әдемі екен дейсің ғой. Сосын тұрып жаңағыдай өлең айтсаң, ожидание реальность болады. Мысалға да, әне қыздар күлді. Талай соның құрбаны болған Сәуле ханым дұрыс айтады. Рахмет Сәуле ханым. Сабина ханымға берейікші кезекті. Сабина ханымға. Маған ұнамады. Сабинаға ұнамады деген сөз айтқызып жатса, Әлемге ұнамады деген бұл сөз. жігіт дұрыс ән айтпапты. Дұрыс ән айтпапты емес. Мына жігіт қасындағы. Нұрсұлтан, сенің бір ойың былай өзіңнің. Ән дегенді кімнен естідің жалпы осы? Әлемде музыка бар екенін, соны әуен қосып айту керектігін кімнен үйрендің сен, бауырым? Мен де сіздер сияқты үлкен ағаларымдан үйрендім. Біз әнші емеспіз. Біз әнші емеспіз. Әріптестер Сен үйренсең бүйтіп айтпайсың ғой сен. Бізге ерме. Әріптестер ренжімеңіздер, менің шәкіртім еді. Менің шәкіртім. Көрініп тұр, екеуі. Мойындайтын сәт. Жалпы қараңыздар, нан болса ән болады дейді ғой. Наларға тек нан болса болды. Ән керек емес, нан болса соны жеп жатса. Болашағы әлде алды деп ойлаймын. Елжан мырза, дайындықта тамақ жібермей, әнге де дайындалу керек еді. Енді оларды сөге бермеңіздер. Мына Елжанның жетекшісі мен еді. Ой, алдыңғы арба қайғы кетсе, артқы доғалақ сояқа дейді. Балық басынан шірейді. Солай. Енді менің Барлық нотаны қойып берген мен. бүгін ән айтқан менің ұлымды сөге көрмеңіздер. Бірақ ең басында барлықтарыңды жинаған ұстаздарыңыз неге ондай емес? Апарық.
кешіресіздер, бұл менің шоуым еді. Мен кінәлі сияқтымын. Жалпы осы шоуды ұйымдастырып, Бақытжанға айтқызғанымыз үшін. Бәрекелді, рахмет, құрметті достар. Бақытжанға бір қол соғып қойыңыздар. Соқпаңыздар. Не себеп соғасыздар? Не үшін соғасыздар? Бақытжанды соғыңыздар. Мен сіздерге айтайын, сіздер таза 200-ді адам екенсіздер. Мен мысалыға жаңа ғана сахнаға шықпас бұрын бұл балаға туралы жақсы пікір айтып жатқан. Күшті айтады екен өлеңді, өте керемет айтады екен өлеңді. Альма-матер ретінде айтайын. Мойындаңыздар, жас бала, жүргізуші керемет. Құрметті достар, бұл ұрлай қайдары ешқашан, ешкімнен ештеңе ұрламаңыздар. Сау болыңыздар! Рахмет! Саған осы шоу ұнай ма? Құрметті көрермен, ақ халатты абзал жандар, яғни дәрігерлер, адамның тәнімен қоса кейде жанын да емдеп жатады, ал қарапайым халық кейде біз олардың еңбегін дұрыс бағаламай жататын сияқтымыз. Келесі біздің ән барлық дәрігерлердің атынан үн. Бұл жедел жәрдемнің назы сіздерге арналады. Біздерге қолдау болсын. Кет. Кейде халықтың алғысын алып күліп жүреміз, кейде қарғыстың астына да қалып көмілеміз. Кешігіп келесіздер деп айтады көп жағдайда, көліктер жол бермесе біздер қалай үлгереміз. Мынандай жағдай болған вызовта алдыңғы кеште, бір пациент айтады, братан напиток ала кеште. Біреу қаланың шетіне бізді шақырып алып, көлігім от алмай тұр, соны итеріп жіберші. Мекенжай дұрыс айтылмай адасып та қалғанбыз, домофон ашпай қалған кезде кіре алмай қалғанбыз. Көлікті мына жерге неге қойдың дегендерден, вызовқа келдік деген кезде таяқ жеп қалғанбыз. Қандай шақырту болса да біз жетеміз, тез жетеміз. Қолдан келгенше енді Сырқаттанып қалсаң көмек көрсетеміз. Халық үшін адал жұмыс жасап жүрміз. Бір себеп бар, ол ақ халат кигеніміз. Бұл әр қазақтың табылар ерекше бойында, ауырып тұрса да тұрады бір түрлі уайымда. Қызу болса да 40-тан жоғары бойында, біз келген кезде үйлеріңді жинауды ойында. Қазақстан дамыған халық бәріміз де білеміз, күтіңдер сабыр қылыңдар, бәріне үлгереміз. Жөнделмеген жол, ашылмаған қар кездерде көлікті тастап дәлше жаяуда сіздерге келген біз. Қандай жағдай болса да тез жетеміз, тез жетеміз. Сырқаттанып қалсаң көмек көрсетеміз. Халық үшін адал жұмыс жасап жүрміз. Бір себеп бар, ол ақ халат кигеніміз. Ешқашан ауырмаңыздар. Осымен бітті. Рахмет.